Зәмзәм суының емдік қасиеті. Зәмзәм суының емге қолдануда айтарлықтай маңызы бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәләм бұл ерекше судың түрлі ауруларға ем екендігін өзінің көптеген хадистерінде айтқан. Ибн Хайым зәмзәмнің емдік тойдыратын қасиеті жайында мен және көптеген адамдар зәмзәм суының емдік қасиетін тексеріп көру барысында таң қаларлық жайттарға куә болды. Мен ем ретінде ішкен едім. Алла тағаланың қалауымен жазылдым. Сол судан ішіп, көпке дейін аштықты сезбеген адамдарға да куә болдым дейді. Имам Бұхари жеткізген хадисте Айша радиаллаху анх анамыз былай дейді: Алла елшісі саллаллаху алейхи уәссәләм адауимен де, кераппен де су тасып, ауруларға ішкізді. Зәмзәм суының көптеген қатерлі ауруларды жазғанына адамдар куә болған. Мысалға алатын болсақ, көздегі дақты кетіргені, қатерлі ісікті емдегені, несеп жолдарындағы тасты шығарғаны әмбеге аян. Зәмзәм суының қатерлі ісікті емдегені бақ беттерінде айтылып та жазылып та жатты. Әрине барлығына бірдей бұл судан шипа табыла бермес. Шипа беруші Алла тағала, қаласа қарапайым судан да ем қондырады. Алайда бұл жерде зәмзәм суының алар орны ерекше. Қазір зәмзәм суын бүкіл әлем мойындап жатқан жайы бар. Сонымен бірге зәмзәм суы суық тиюге, тұмауға қарсы ем екендігі айтылған. Бұл жайында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәләм былай деген: суық тию бұл тозақтың тынысы секілді. Сондықтан оны зәмзәм суымен салқындатыңдар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәләм басқа хадисінде зәмзәм суы ауруға шипа, тойымды су десе де, тағы бір хадисінде әлемдегі ең жақсы су зәмзәм суы, оның жағымды дәмі бар әрі ауруларға ем деген. Зәмзәм суы құпиялық жағынан да алда тұр. Ол құпияны қай мақсатта ішетініңіз жайлы хабар бергенде ғана аша аласыз. Бұл оның ең басты қасиеті де.